Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда қазір қолданылып жүрген сөздердің ішінде мағынасы бұлыңғыр тартып, бастапқы мәні өзгерген, не болмаса көнерген сөздерді қайта жаңғыртудың маңыздылығы туралы әңгіме қозғамақпыз. Алматыдағы Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық мед университеті тілдік пәндер кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Төлеубек Зайсанбаев бірқатар сөздердің шығу төркіні жайында өз ойларымен бөлісетін болады. Ал төке, сөз киесі деген хабарға байланысты әлеуметтік желілерде де жақсы пікірлер айтылып жатыр. Өйткені біз қазір сөздің қадірін, сөздің астарын, сөздің шығу төркінін білмей, кейде сөздерді қате қолданатын жағдайларымыз бар. Жалпы әр сөздің киесі бар дейді ғой. Сөз киесі деген ұғымды қалай түсіндіретін едіңіз, содан бастасақ? Бұл өзі сөз, тіл дегеніміз тірі организм сияқты ғой. Ол ескіреді, жоғалады, көнеленеді, жаңадан пайда болады. Тілдің өзі мына бәсекелестікке қабілетті болса ғана қазіргі заманда өмір сүре алады. Ал егер бәсекелестікке қабілетсіз болған тіл бірте-бірте жоғалады. Ол үшін әрине тілге жағдай жасау керек. Ол үшін бұрын мына сөз қандай мағына берді, бұл сөздің неге қазақ қолданады деген сияқты нәрселердің сырын ашып айтқан әрине дұрыс. Сол арқылы біз тілімізді өшкенін қайтадан тірілтіп, жаңғыртып, болашаққа сол сөздерді алып барамыз деп ойлаймын. Сіздің енді пікіріңізді қолдаймын. Осы сөз киесі демекші қазіргі кезде онша дұрыс түсінбей жүрген, мағынасын ұқпай пайдаланып жүрген қандай сөздер бар, қандай мысалдарыңыз бар? Дәлелмен келтіріп бере аласыз ба? Ондай сөз көп қой бізде. Ондай сөзді қаза берсең шыға береді. Мысалы үшін біз бір кезде көшпенді халық болдық. Киіз үйде тұрдық, Киіз үйде тұрғандықтан олардың атауын білетін едік, киіз үйдің бөлшектерінің. Қазір көптеген қазақ түсінбейді. Мысалы үшін киіз үйде үзік деген сөз бар. Үзік деген бұл анау шаңырақты жабатын киізді түндік дейді. Түндіктен кейін төменгі жағындағы киізді туырлық дейді. Екі ортасын басып тұрған киізді үзік дейді. Енді осы үзікті неге үзік деген мағынаға ешкім ойланбайды, ойланып көрген жоқ. Енді осы үзік деген сөздің аспан, биік деген сөзбен мағынасы бар екенін көп адам біле бермейді. Ол қалай шықты деген кезде ол үшін біз ана көне түркі ескерткіштеріне барамыз. Көне түркі ескерткіштерінде үзе теңірі дейді. Аспанда тәңірі деген сөз. Біле бермейтін адам, мынау өтірік айтып отыр, үзесін аспанмен қандай қатысы бар деуі мүмкін. Оған енді дәлелдеу керек. Мысалы үшін атқа мінгенде аяғыңды үзеңгіге саласың, көтерілу үшін. Ана киіз үйдің жоғары жағындағы бөлікте үзе болып тұр. Ал енді өлең бар, көк жүзінде барады қаздар қайтып деп. Көк жүзі дейміз, сондағы үз сөзінің алдына енді ж дыбысы қосылып тұр, жүзе деген. Ана бет жүзің дейміз. Осының бәрі үз деген сөздің бір кезде аспан деген мағына берген. Енді айтамыз, аспан қайдан кіріп кетті дейміз ғой. Аспан әрине ол парсының асман деген сөзі. Енді анау қожа молда сабақ береді, олар үгіт насихат айтады, әңгімелер болған жерде өзінің сөздерін қолданады. Әрине ол өздері білетін сөздерді қолданады. Осыдан барады да қазаққа аспан сөзі кіріп кетті. Енді неге аспан деп айтпайтын дейтін болсақ, бұл жерде с дыбысынан кейін қазақ тілінде үнді м айтылмайды. Қазақ қатаң с-дан кейін п айтқанда аспан қылып жіберген. Аспан сөзі өз сөзін бірте-бірте ығыстырып шығарған. Өздеріңіз білесіздер, қатын сөзінде түркі халықтарында көне түркі ескерткішіне тағы келетін болсам, әкем ел теріс қағанды, шешем ел білге қатынды дейді. Ол қатын деген жап-жақсы сөз болған, ханның. Оны алды да парсылар өзінің аял деген сөзін тықпалады да, сол аял сөзі қатынды ығыстырып жіберді. Қатын деген сөз қайдан шықты дейтін болсақ, оның түбірі қат болады. Енді қат десек көп адам түсінбейді, ол не бәле дейді. Көндірген сөз жоғалып кетпейді, ол бір жерде жүреді. Оны қайдан іздейміз десек, оны сүт қатқан шай деген бар. Сонда қату деген қосылу деген сөз, сүт қатқан шай. Қат бар деген қат қабат дейміз, Соны қат деген бір қат, екінші қабат. Бір көне түркен қат деген сондай мағына берген. Шығыс Қазақстанда қатын деген өзен бар. Қатон қарағай. Қатон қарағайда, Сол қатын өзені. Қатон өзені. Қатын. Ол негізі түбі қатын ғой. Қатын ғой, ол анау келеді бұқтырмаға қосылады ғой. Бұқтырмаға құятын өзен деген сөз. Қатудан шығып отыр ғой. Қатудан шығып тұр. Бірақ ертең келе оны қатонға айналдырып жүрді. Бізде орыстың үстемдігі ғой, қазір қатон емес, катон дейді. Міне біз өзіміздің тілімізде осылай құртып жатырмыз да, орыс сөздеріне айланамыз, бұрамыз. Мысалы үшін Комиссаровка деген өзен бар мына жерде. Ол Комиссаровка емес, Кімасар, Медеудің ар жағында ағып жатқан.
кім асады мынау ағысы өте қатты да. Осындай сөздер толып жатыр. Оның бәрін әрине жөнге салу керек, реттеу керек. Бұл хабардың әрине соған тигізетін пайдасы зор деп ойлаймын. Жаңағы қатын деген сөзіңізден шығады. Енді анық-қанығын білмедім. Мына татар тілінде әйел деген сөз бұл жеңіл жүрісті деген мағына береді екен деп жатады. Осы жөнінде не айтасыз, әйел деген? Енді ол басқа тілден кірген сөздер әр халықтың өзіне байланысты басқа мағына алып кетуі мүмкін. Мысалы үшін жазира деген сөз қазақта жасыл, үлкен кең жайлау. Ал жазира араб тілінде не деген сөзде? Оазис деген, Ол шөл далада, шөлдің даласында бір көгерген жер жазира дейді. Қазаққа ол ұғым келмейді. Оны алғанда жазира дегенде ол шөл емес, ондай түсінік жоқ. Оазис туралы. Оны қазақ кең жайлау деп ұғым. Мысалы үшін айтамыз аптап ыстық дейміз, Аптап ыстық фарс тілінде афтап деген күн деген сөз. Қазақта өзінің күн деген сөзі бар. Екінші сөз не қылады? Оны алғанда енді өте ыстық деген мағынада аптап ыстық деп жүрген. Сондықтан да басқа бір халық өзінің қайлап алуы мүмкін, ондай бола береді. Демек әйел деген сөз дұрыс қой. Енді дәл қазір оны ескіге қайта алмайсың. Анау жағымсыз мағынаға ауысып кетті қатын деген. Тіпті батырлар жырында қашатұғын қатын ба, таятұғын сарсаң ба, кезегімді бер деді. Кезегім бер дегенсің қасқайып қарап тұрады дейді. Қашқан жауға қатында. Қашқан жауға қатын ерді немесе кімді алайық? Қобыланды батырда. Әр тарапқа сарылды, қатынның ақыл салған соң, қатынның тілін алған соң, арыстан туған Қобыланды қатын немене деп. Қарама сөйтіп айтады ғой. Жаман мағынада қолданып тұр қатын дегенді. Енді оны күшті қайтадан жақсы мағынаға аудара алмайсың, оны түзелмейді. Мына өзі бір ауысып кеткен сөзді қайта жөндей алмаймыз. Тіпті дер кезінде кірмеген сөздерді кіргізе алмайсың. Мысалы үшін аялдама деген сөзді жасап алдық, бірақ кіргізе алмадық, Қазір жұрттың бәрі остановка дейді. Себебі дер кезінде уақытында кірмеген. Мысалы үшін дәрігер деген сөз жасап алдық, врач деген сөзді. Енді қазір фармацевтика деген ғылым шықты. Фармацевт деген негізі ол дәрі жасайтын адам фармацевт. Яғни дәрігер сол десеңші, дәрігер сол фармацевт. Ал врач кім болады онда? Емші, емдеуші, шипагер, неше түрлі сөздер бар. Теріс жасалған термин, дұрыс қолданылмаған сөз осылай тілді бұзады. Сөз төркіні. Көркем шығарманы оқып жатқанда, әсіресе Абайдың шығармаларында, Махамбеттің шығармаларын кейде тіпті түсіну қиын өлеңдерін. Осы Абайдың өлеңдерінде де осындай сөздің астарын ұқпай келе жатқан жерлеріміз бар ма? Сол туралы айта аласыз ба? Мен бұл студенттер көп сұраймын да. Орыс бөлімінің студенттері ғой бізде. Ішінде қазақша жақсы білетіндер болады. Кейде бір қазақ балалармен де сөйлескен кезде жақсы білетіндер. Тіпті қазақ мектебін бітіргенде түсінбейді. Абайда мынандай өлең бар. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанда дейді. Енді бастан жыға қисайғанда дегенде не десең көп адам біле бермейді. Ол жыға деген сауыттың дуылғаның арт жағында болатын темір тор, қылышта мойынды қорғайтын. Кейде ол енді соғыс кезінде ашылып қалуы мүмкін, желкені жауып тұрады. Сол кезде қылыш десе ол қорғай алмайды. Енді бастан жыға қисаю деген басыңа қиындық туған кезде. Енді сондай маған алып кеткен. Ол тұрмын бастан жыға қисайғанда. Немесе қазақта сол жыға танымадым дейді. Жыға танымау деген жаңағы жыға бетін жауып тұрған кезде түгел бетіне дейін келіп тұрғаны, желкесінен қарақұсынан бастап бетіне дейін келіп. Енді бетінің жартысына дейін жауып тұратын шығар да, беті туралы жаумайды, бірақ анау жанынан қараған адамға танымай қалады да, сонан Содан жыға танымадым дейді. Қазір ол сөзді қолданып қалып барады. Үлкен кісілер айтады, кім баласың? Бұрындар айтушы еді, жыға танымадым ғой дейтін. Қазір ондай сөздерді қолдану қалып барады. Яғни біздің тіліміз, көне сөздерімізді тірілту керек шама келгенше. Жаңа Абайдың әнінде де бар ғой, мысалы, орындалып та жүреді. Хиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған дегенде. Ол жерде хиуа емес, ешқандай емес, ол қиядан шабу. Қиядан шауып түсу, қазақ атқа мінген қазақ біледі, атпен төмен қарай қиядан шаба алмайсың. Абайдың Қансонар бүркіт шығаданға дегенде айтады ғой. Шабар жерін қарамас жығылғанға дейді. Ана екі көзі бүркітті ол қиядан төмен қарай шауып келе жатыр. Орысша айтсақ азарт дейді ғой, аңға. Соны ана бүркітке қарайды да астына қарамайды. Ал сонда қиядан да шаба береді ол. Нағыз ұйқастыратын адам қиядан да шауып түседі дейді ғой. Хиуаның қатысы жоқ. Және бір абайтанушы ағамыз айтып еді, тағыны, нені? Тағыны, қайырды жаңа. Қиядан шауып барып тағыны қайырды дегеннен шыққан ғой. Бұны енді ауыз екі таралғаннан кейін. Дұрыс, тағы деген мысалы үшін Махамбет те айтады ғой. Тағыдай таудан су ішкен, тарпаңдай тізесін бөгіп от жеген, тағы сынды жан едік, тағы да келдік тар жерге, танымасақ тағы бола ма? Міне қалай амонды ойнатып тұра, тағыдай таудан су ішкен, тағы жануардай, тарпаңдай тізесін бөгіп от жеген, тағы сынды жан едік, тағы да келдік тар жерге, танымасақ тағы бола ма? Тағы дегенде бұл жерде енді бола ма деген тұра. Амойымды керемет ойнатып. Біздің енді міндетіміз осы ұлы ақын жазушыларымыздың жазған шығармаларын кейінгі ұрпаққа түсінікті тілмен жеткізіп таратып беру ғой, былайша айтқанда тәпсірлеп берген сияқты. Мына сөз былай қолданылған, не үшін? Мысалы үшін мектеп оқулығында Абайдың күз өлеңі бар, біреу малма сапсиды салып иін. Мысалы осыны оқушылар түсінбейді. Сіз қалай түсіндіретіңіз? Енді бұл мен өзім де түсінбей тұрмын мектепте оқып жүрген кезде. Сөйтсем мынау ий деген сөз бар қазақта, тергелеу дегенде ие.
Осыдан бір теріні қалай илейді? Теріні ортасына айран жағады да бір-бірін беттестіріп қояды. Сол кезде анау айранда ашу басталады. Ыдысқа салып қояды. Ыдысқа салып қояды. Соны малма дейді. Сол ыдысқа салып қояды да теріні жауып қойған соң ол ашу бастаған кезде оны теріні қолымен мұжғылап жібітіп тұру керек. Илеу керек, иә. Неғұрлым көп иленген сайын тері жұмсақ болады. Иғанбай қалған тері қатқыл қалады. Соны осыдан барады да қазақта екінші мағынада, мынауың иғанбаған екен дейді, бір нәрсесін иғанбаған дейді. Енді соны малмаға салып терісін илейді. Біреу малма сапсыйды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін жас қатындар жыртылған жамайды үйін. Шуда жіп деген бұл жерде көп адам білмейді, түйенің шудасына жасаған жіп қой. Түйенің шудасының артықшылығы бар. Оның артықшылығы нейді? Ол жұмсақ, жеңіл және берік. Түйенің жүнінен жасалған шапан, қымбат болған, түйенің жүнінен жасалған көрпе, мысалы үшін, түйенің жүнін жұлып алады да. Аздап бататын болып түйе бақырады ғой. Бірақ қазақта жуас түйе жүндеуге жақсы деген осыдан қалған да. Ол қырықпайды, оны жұлып алады. Жуас түйенің жүндеуі жұлып оңай, осыдан барады да жуас түйе жүндеуге жақсы деген. Осыдан шыққанда, сонда жуас адамды басына береді деген, алысып бармағаны да. Егер жуас емес болса, жүнін жұлғызбайды. Жүнін жұлғызбайды, мүмкін, Сөздің астары қалай, біз кейде осыны түсінбейді жазамыз. Жаңағы шуда жібін дегенде мен ойлаушым, мүмкін ана бір орам жіпті айтып жатыр ма екен бұл жерде деп. Түйенің шудасынан жасайды да жіпті, жіп иіреді ғой, енесіне иіртіп шуда жібін дейді, енесі иіріп отыр ғой. Жыртылған жамайды үйдің кедейдің үй жыртылады ғой, қазақта киіз үй жыртылады да, содан шыққан арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау дейді ғой. Бізде жаңа қожа демекші, мысалы, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ деп жатады. Немесе ай дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ деп жатады. Осы жердегі негізгі түркі тілінде ажа. Ажа, ол не мағына береді? Ажа деген бақылаушы, көріп тұрушы деген сондай. Әже емес қой. Әже емес. Ұмытылды ол сөздің өзі. Әже деген сөзді сол ажадан өзгеріп кеткен ғой, жіңішкеріп кеткен нәрсесі. Әйтпесе апа болады ғой. Ал енді үйде отырып бұйрық беріп отыратын болғасын, бақылап отыратын болғасын, әже болып кеткен тары. Енді неге жуан сөз жіңішкерек дейтін болсақ, жіңішке дыбыстар айтқан тіл сәл алдыға жылжып тұрады да, тілдің алдыңғы жағы қозғалады. Тілдің артын қозғаудан гөрі алдыңғы жағын қозғау оңай, Мысалы үшін ассалаумағалейкумнан асы түс қалған салаумалейкум, салаумалейкумнан салам, саламнан сәлем, сәлемнен сәлеметсіз бе, саламатсыз ба деп амандасатындар да бар, бірақ неге сәлеметсіз бе деген көбірек қолданады. Себебі алдыңғы жағы жіңішке. Осы мысалы үшін біздің кітапта дұрыс жазылған қазір деген сөз бар, парсында қазір деген сөз, Соны қазір деп жазамыз ба, қазір деп жазамыз ба? Екеуіне де келіспей қазір деп қойды. Бірінші буын жуан, екінші буын жіңішке. Осының қайсысын аламыз дегенде дау болып жатады, жуанын алу керек дейді. Біз қазақ жуан сөйлегенімізден жіңішкеріп өзбекше қазір деп, мен айтамын, ол қазір деген қиын тілдің артын қозғау. Онан оңай сөз қазір. Саламатсыз ба да сәлеметсіз бен айту оңай, Ажымнан гөрі әжімді айту оңай. Сондықтан жіңішке нұсқаларын алған дұрыс деп ойлаймын, айтуға жеңіл болады. Мына өзі тілдің бір қасиеті, неғұрлым күш көп жұмсамай қысқартуға тырысады да. Мысалы үшін едім демейді, ем дейді, көрген ем дей саламыз, Тіпті Абайдың өзі қолданады. Сен жаралы жолбарыс ең, мен киіктің лағы ем. Едің ғой, едім деген. Бұның саны келтіру үшін бұл жерде қолданып тұр. Барамын демейміз, барам дей саламыз. Алып кел деймеміз, әкел дей саламыз. Дегізі адам сөйлеген кезде үнемдеу керек қой, күш жұмсамау. Еріндестігін ұмытып барамыз да, көбелек деп сөйлеу керек, өлең деп, Жастар көбелек деп сөйлейді, жазу бойынша өлең дейді. Осыны байқаған европалықтар, қазақтар жалқау қарық, ерінді қозғағысы келмейді, көбелек, өлең деп айта салады деп. Ол аз күш жұмсауға сөйлеген кезде жаңағы дыбыстау мүшелерін несіне қарсы қозғай беру. Және үндестік заңына да келіп тұр ғой. Айтқанда оңай айтылады. Оңай айтылады, Ұйқасып тұрады, үйлесіп тұрады. Күмбірлеп тұрады. Қазақ тілі негізі күмбірлеп тұрады, қоңырын дейді ғой. Күлдір кісінеген сияқты. Ал қазір жастар құлақты кеседі. Нұрмұқастан айтады, құдаша қыз дейді. Құдаша қыз емес, құдаша қыз болады ғой. Немесе айтады, армандастар қайда деп айтады. Армандастар қайда, абзалдастар қайда. Қалай жағымды естіледі. Жағымды естіледі. Міне осы әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар деп айтқандай, кейде құлақты кесетін деп айтатындар да бар осы әншілеріміздің. Жазылуы бойынша сөйлеу. Журналшыларымыз үшін көкөніс дейді. Көкөніс деп айтпайды. Оның бәрі жазуымыз біріккен сөзді негізі түбірін өзгертіп жазу керек деп мен осы көп мақалалар жазып жүрмін, бірақ енді өздеріне түсіп қалған сүрлеуден шыққысы келмейді. Латынға көшкенде соны қолданып жатыр. Ол тіл бұзудан басқа ешқандай пайдасы жоқ та. Бұл енді ол тақырып, басқа тақырып, оған бөлек бірнеше хабар арнауға болады. Жақсы Төке, мынау осы қазіргі айтылғандарды қорыта келе, осы бүгінгі әңгімені, хабарымызды түйіндеп тастасақ. Жалпы біз сөздердің астарын түсінуіміз үшін не істеуіміз керек? Әсіресе мынау жастарға, балаларға, мына оқушы студенттерге қалай үйретуіміз керек деп ойлайсыз, осындай сөздердің мағынасын түсіндіру үшін, астарын, төркінін? Осыны кейде тапсырма беру керек сияқты мүмкін мына осы сөздің астарын ашып кел. Қазір не? Гуглдың заманы, Гуглға салып қалсаң шыға келеді.
сондай сөздермен сонымен жұмыс істеу. Әрине ол біз жерде тілді кеңінен қолданылу, тілге сақ болу, абай болу деген бар да. Біз кейде қалай сөйлеп тұрғанымызды онша біле бермейміз. Нағашыларым бір Қытайда, солар келсе, менің апайым сөйлесе бір сөзін сіз, бір сөзін түсінбейді. Ол қазақша сөйлеп отырмын деп ойлайды да, орысша қосып жібереді. Мектептің мұғалімінен бастап, мектептен бастап жұмыс істеу керек қой. Жаңа сөздің сырын ашып, астарын ашып, осы сол жерді қолданып, сөйлем құратып, сол арқылы жаңағы сөздерді қайтадан қатарға қосып, мынау мысалы үшін мен термин жасаған кезде көнерген сөздерді, әсіресе медицинада мысалы үшін Исатай Әзімұлы деген бір профессорымыз болып еді, Құлманбет деген қайтыс болып кетті. Сол кісі мысалы үшін тіс сауыт деген сөзді кіргізді. Коронка зубов деген. Жақсы екен. Кіреуке дегенді кезде эмаль зубов дегенді. Сол кіреуке деген анау темірден жасалған сауыттың түрі. Эмаль сонда жылтыр, жылтыр сауыт. Міне осындай көнерген сөздерді қайтада ғылымға араластыруға да болады, терминге араластыруға болады. Бұл көнерген сөздерді Абай айтқандай, ойлансаңшы бос қақпа елең-селең деп, елең-селең қарамай сөзге мұқият қарасақ тіліміздің әрине көп сөздерді қайтадан кәдеге жаратуға болады. Жақсы Төке, мынау бүгінгі әңгімеңіз өте мәнді, мазмұнды болды. Осы сіздің айтқан ойларыңыздан, пікірлеріңізден біздің тыңдаушылар жақсы өздеріне қажетті ой түйіндеп, өзінің өмірлеріне жаратады ғой деген ойдамын. Амандықта болайық. Сау болыңыздар, рахмет. Иә достар, тілімізді бүлдіретін де, көркейтетін де өзіміз. Ендеше сөз астарын, сөз мәнін біле жүргенге не жетсін. Құрметті радио тыңдаушылар, кезінде академик Рабиға Сыздық «Сөздер сөйлейді» кітабында осы біз кейде түсініп, кейде түсінбей жүрген бірқатар сөздердің шығу төркініне барлау жасап, мағынасын талдап түсіндіріп жазып кеткен болатын. Кітаптың кіріспесінде былай делінген еді: жұртшылық сүйіп оқитын батырлар жыры мен ғашықтық жырларда, 15-19 ғасырларда өмір сүрген ақын жыраулардың шығармаларында, мақал мәтелдерде тұрақты тіркестер құрамында мағынасы күңгірт тартқан немесе архаизмге айналған сөздер кездеседі деп атап көрсеткен болатын. Ретіне қарай, сөз киесі деген хабарымызда Рабиға апайымыздың «Сөздер сөйлейді» кітабында талданған кей сөздердің шығу төркінінен үзінділер беріп отыруды жөн көрдік. Абыз 19 ғасырдың орта тұсында өмір сүрген Дулат Бабатайұлының бір өлеңінде «Абыз демей не дейміз? Шалы орнынан тұрған соң» дейді. Мұндағы абыз сөзі Будаговтың көрсетуі бойынша қазан татарлары тілінде оқымысты, білгір, сауатты адам. Қазіргі қазақ тілінде абыз көне сөз, көп білетін, білгір, білімді адам және сәуегей, көріпкел мағыналарын білдіреді. Соңғы мағынада жиірек қолданылатын айтуға болады. Және қазақтардың абызы алдап соғатын сәуегей емес, ақылды, халық құрметіне ие болған әрі жасы еңкейген адам екені байқалады. Мұхтар Әуезовтің «Еңлік кебек» пьесасында дана кейіпкердің образы етіп, абызды алуы да осыны дәлелдейді дейді Рабиға апайымыз. Аламан. Бұл сөздің түбірі талау, тонау мәніндегі ала сөз деп тануға әбден болады. Өйткені көптеген түркі тілдерінде аламан сөзінің екі мағынасы бар. Бірі және негізгісі талау, тонау, шабу мақсатымен жиналған топ, отряд. Будагов аламан, аламаншы сөздері түрікмен, Әзірбайжан, Шағатай тілдерінде тонау, талау, тонаушы, талаушы отряд деген мәнде деп көрсетеді. Ұйғыр тілінде аламан бірінші, топ, көпшілік деген мағына. Екінші талау, тонау деген мағынада. Қазіргі түркмен тілінің түсіндірме сөздігі аламан сөзінің біріншіден көне сөз екендігін, екіншіден мағынасы шабуыл мақсатымен жиналған топ екендігін көрсетеді. Бұл сөз сонау 11 ғасырдың өзінде түркі тілдерінде бар екен. Мағынасын Махмуд Қашқари тонау үшін жасалған шапқын деп көрсетеді. Қырғыз тілінде аламан сөзінің бір мәні бейберекет жасалған шабуыл және бір мағынасы соғыста түскен олжа. Мұны қазақ тіліндегі ұрыс соғыста түскен олжа мағынасындағы алапа сөзімен салыстыруға болады. Және бір қызық жайт, аламан сөзі жинақтау ұғымы бар сөз. Аламан жеке сарбаз, жеке шапқыншы емес, олардың жинақы атауы. Сондықтан да өткен ғасырдағы сөздіктерде аламан шапқыншылар тобы, тонаушы, талаушылар, тобыр деп көрсетілген. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық мед университеті тілдік пәндер кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Төлеубек Зайсанбаев қатысып, бірқатар сөздердің шығу төркіні туралы өз ойларымен бөлісті.
Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ағзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.